Биік күмбездер, мәрмәр тастар, ескерткіштер. Бұл саябақ немесе мұражай емес. Алматыдағы ең атақты қорым Кеңсайдың бейнесі. Бай бағландар мен зиялы топ өкілдері жатқан Алматыдағы бұл зиратқа екінің бірі жерленбейді. Тек қалтасы мен беделі көтергендер ғана. Қалталылар қабірі бір-бірінен асып түседі. Мұсылман моласы барынша қарапайым болсын деген шариат өсиеті жайына қалған сыңайлы. Қорымға барсаңыз, бір сәтке зират басында жүргеніңізді ұмытып қаласыз. Бәрін шариат шеңберінде істеп жатырмын деп ойлайтын марқұмның туыстары шырақшылар айтатын ескертпені елемейтін көрінеді. Жалпы марқұм дүние салғаннан кейін оны мұсылманша шығарып салу әрбір мұсылманның міндеті. Қабірден қойғаннан кейін шариғатымыз үстіндегі дөңбешегін түйе өркешіндей қылып биік қылу керек дейді. Өйткені оның қабір екені біліну керек. Екіншісі, аяқ асты болмау үшін түйе өркешіндей қылып биіктікте топырағын үйіп қою керек. Және ол топырақты сырттан алып келуге болмайды, тек өзінің топырағыменен үйіп қою керек міндет. Екіншісі, қабірстан егер сыртынан жалпылама қоршалмаған болса, қабірстанды қоршауға рұқсат етеді. Не үшін? Аяқ асты болмау үшін. Ал енді қабірстан жалпылама сыртынан қоршалған болса, демек оны қоршау міндетті емес. Одан кейінгісі қабір болып білінуі үшін оның басына тас қойып және сол немесе ағаш қойып бір белгі ретінде қалдыруға болады. Немесе сол тасқа аты жөнін жазуға болады. Мына осыменен біздің мұсылмандық міндетіміз ол кісі үшін аяқталады. Дегенмен де халық арасында кейде осы шариғатқа тоңпақ келетін дүниелерде болып жатады. Оның бірі әрине қабірді шектен тыс әшекейлеу, мүсіндер қою, сурет салу. Бұның барлығы енді шариғатта тыйым салған істер болып есептеледі. Имамның бұл айтқандарын білсе де, білмегендей болатын олар жақынын ешкімнен кем қылмай шығарып салғысы келеді. Биік күмбез, кең кесене, мүсін мен ескерткіш орнатып тастаған. Артық қыламын деп тыртық қылды деген тәмсілдегідей. Бірақ Құранда бәрі басқаша айтылады. Стан KZ тілшілері Кеңсай зиратына барып, қабіршілермен тілдесіп, мұндай қымбат молалардың қанша тұратынын білуге тырысты. Бағасын естіп, жағамызды ұстадық. Камерамызды көріп сескенді ме, әлде журналист болғасыны жасқанады ма? Әйтеуір қабіршілер бәрі келісіп алғандай жұмған ауыздарын ашпады. Бәрінің айтатыны туысымыздың моласы, тегін істеп жатырмыз. Бірақ мына қабіршімен тілдесудің реті түсті. Сіз осындай істейтініңізге көп болды ма? 12 жыл болды. Квадратқа қанша болады, например? Ең азы, ең көбі қанша болды сіздің 12 жылдық тәжірибеңізде? Кескенге байланысты. Әртүрлі шығады ғой, айына 300 мың, 400 мың шығады. И кім төлейді сізге айлықты? Заказчиктер төлейді. Ол тастарды көбінде Қазақстан барасыздар ма, шетелден ба? Қазақстан тастары, олардың бәрі мысалы Қазақстан тастары. Бұлардың квадрат метрі қанша болады? 10 мың. Құрылысшыларға кімнің күнәға батып жатқаны қызық емес. Өз жұмыстарын уақытында өткізіп, келіскен ақысын төлесе болды. Осылай өлген кісінің артынан осындай басына күмбез көтеріп, тас қойып, түрлі дұрыс па жалпы ол? Болмайды десеңдер бәрі қояды. Сіздер айтасыздар ма, негізі болмайды олай, шариатта олай пәтуа келтірмеген деп? Айдонбейді. Ештеңке біз сөйлеспейміз ғой заказчикпен. Келетін аз дейміз, болып өзіміз жұмысымызды көреміз, ақшамызды аламыз. Кеңсай шырақсын сөзге тартпақшы болғанымызда ашылып ештеңе айта қоймады. Журналист екенімізді естіп, диктофон қосуға да рұқсатын бермеді. Бірақ бай бағландар қабірдің қарапайым болғанын қаламайтын, барынша зәулем етіп салатынын айтады. Шырақшылар мұның дұрыс еместігін айтқанымен тыңдамайтын көрінеді. Кеңсай зиратында жұмыс істеп жүргеніне 20 жылдан асқан қабіршінің айтуынша, танымал адамдардың қабірінің тасы ең кем дегенде 1,5-2 миллионнан басталады. Қабірге көбіне қазақстандық тастарды қолданады екен. Дегенмен керек болса, арнайы тастарды Қытай, Германия, Италиядан алдыру түк емес. Ал олардың осы жұмысын алатын ақысы да әжептәуір. Бригадаға қанша аласыздар? Бір объекттен 200 мың, 300 мың шығады. Ол объекттің күрделілігіне байланысты ма барлығы? Жоқ, қымбаттан. Өзіміздің квадратқа алатынбыз, квадратқа аламыз. 5 мың, 6 мың.
Кеңсай әкімшілігіне зираттың бүгінгі хал ахуалы жайлы пікір сұрамақшы болып барғанымызда, өкінішке орай жұмыс орнынан таба алмадық. Зираттағы қымбат қабірлер мен жердің сатылатыны туралы ел арасында жүрген әңгімелерге әкімшілік аузынан жауап есту бұйырмады. Адамдар ойына келген істеп, дінді аяқ асты етпес үшін КМДБ өкілдері 2017 жылы жаназа мен жерлеу рәсімдері пәтуасын жасаған. Оған сәйкес мұсылман қабірі барынша қарапайым болу керек. Мүсін тұрғызып, сурет салуға рұқсат жоқ. Бұл тек бізде ғана емес, мұсылман елдердің бәрінде осы дәстүр сақталған. КМДБ өкілі Кеңсайдың қазіргі сыйқының шариғатқа сай келмейтін тұстары жайлы жасырмайды. Кейбір қорымдар жекеменшік. Кейбір қорымдар енді әкімшілікке қарайды. Сондықтан да бұларды қадағалау өте қиын. Сондықтан да бұл мәселе осылай шешілмейінше ол нәрсе қайталана береді. Сондықтан да біз тарапынан ұсынысымыз әрине оларды қадағалау сол дін өкілдеріне берілу керек. КМДБ өкілі қайтқан адамның артынан қымбат қабір салып жарысқанша дұға тілеп, садақа берген әлде қайда сауапты екенін айтады. Жалпылама мұсылмандарға міндет болатын нәрселер бар. Ол кісі үшін дұға тілеу. Ол кісінің атына тек жақсы сөз айту. Шамамыз келгенше сол кісілердің атынан садақа жасау біздің міндетіміз. Өйткені марқұм дүние салғаннан кейін оның артынан қылған дұға, истиғфар дейміз, кешірім сұрау, және үшіншісі осы берген садақа, иншалла, Алла тағала қабыл етеді. Яғни марқұмға пайдасы тиетін нәрселер осылар. Жаназа пәтуасында мақтану, бәсекелесу, байлығын көрсету үшін кесене тұрғызу харам екені айтылған. Өйткені қабір уақыт өте келе жермен тегістеліп кетуі тиіс. Қыруар қаражатқа тұрғызылған мұндай кесененің марқұмға пайдасы мен сауабы тимейді. Жай ысырап дүниеге айналады.